Қазақтың жігіттері арыстан, оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыстан. Ақылды, білімді, данышпан, көк ту желбірек көрінеді алыстан. Бүгін теңгілеуден екінші Азия кубогы басталды. Спортшы дайын. Ғалымжан, осы 10 теңгенің бәрін өте керемет ептілік өте. Бүгін теңгілеуден екінші Азия кубогы басталды. Бұл алаңда 7 бірдей мемлекеттің спортшылары өзара жүлдені сарапқа салатын болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Аздаған уақыттан соң теңгілеуден екінші Азия кубогы басталады. Салтанатты ашылу рәсімі. Енді түні бойы Шымкентте жаңбыр жауған, шыны керек енді спортшылар үшін бүгінгі ауа райы өте қолайсыз болып тұр. Өйткені мына алаңда өздеріңіз көріп тұрсыздар, аттың шабысына әсер ететін сияқты. Бірақ енді спорттың аты спорт, қандай болмасын, олар енді бәсеке болғаннан кейін жоғарғы дәрежеде өнер көрсетуге тырысады. Қазір біз сайыстың алдында ұлттық құраманың жігіттерімен және Алматы облысынан келген теңгілеу спортындағы спортшылармен шай ішіп әңгімелесіп отырмыз. Қасында Олжекең, Олжас ұлттық құрамадағы белді спортшымыз. Қалай енді? Дала жаңбыр, жел қалай әсер етті спортшыларға? Енді біз олай ойлаған жоқпыз, күткен жоқпыз, ауа райы бұлай болады деп. Бірақ енді күні белгіленіп қойғаннан кейін қандай жағдай болса да шабуға тура келеді. Сол себептен тайсалмаймыз, барынша көреміз. Енді жалпы қанша жыл болды осы теңгелеу спортында жүргеніңізге? Негізі атта сол бала кезден әкеміздің алдында отырып өстік. Ал теңгелеу спортында жүргенімізге 3 жыл болды. 3 жыл болды, 3 жылда қандай жетістік? Алматы облысында бір чемпион болдым. Алматы облысының чемпионы. Ал Қазақстан Республикасының теңгелеуіне шықтық. Бірақ ол жерде кішкене сәтсіздіктер орын алды. Ат жағдайы жетіспеді. Ал бүгін енді басты қарсылас кімдер болады? Қарсылас деп айтуға келмейді енді. Бәріміз осы бір спортта жүргеннен кейін почти доспыз ғой негізі. Бірақ та енді сайысқа түскенде қарсылас болып келеді. 7 мемлекеттен қатысып жатыр, иә? Қырғыздар келіп жатыр. Монғолиядан келіп жатыр. Естіп жатырмыз, олар да мықты деген сияқты. Көбінесе қай елдің спортшылары бәсекелес болады? Негізі өзіміздің қазақ бауырлар мықты ғой. Бұл жерде қазір бірінші стиль айналма шабатты. Аттар айналмағанда скоросты ол уақытын есептейді, сол ереже бойынша. Мүмкін аттар тайып кетуі мүмкін. Қайеке қалай дайындық? Бәрі жақсы. Қобалжып жүрген жақсы өзі. Енді қанша мемлекеттердің азаматтар келіп жатыр, үлкен дәрежеде өткізу үшін барынша дайындық жасап жатырмыз қазір. Бірақ енді күн жылынып келе жатыр, Таңертең жаңбыр жауып тұрған. Кішкене көңіл күй болмай. Қазір күн ашылып, Құдай өзі қарасып қазір ойдағыдай дайындалып жатырмыз. Қазақстан ұлттық құрамасының спортшылары Бақтыбай Қанат жастар және жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионы 2 дүркін. Төлтай Бақыт Қазақстанның 2 дүркін чемпионы. Жанов Ғалымжан біздің ұлттық құраманың ең фавориттерінің бірі. Енді әрине бұрында да көріп жүрік. Енді бүгін енді үлкен жарыс, екінші Азия кубогы өтіп жатыр. Күн ашылып жатыр, шүкір. Сәттілік тілеймін. Бүгінгі кубок болашақ қыркүйекте өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпелердің ойынға үлкен дайындықтың біреуі халықаралық. Сол себептен енді бұйырса енді біздің теңгелеу федерация бірінші орын алатынына біз сенімдіміз. Сәттілік тілеймін, Алла жар болсын. Жол әрқашанда тек Қазақстанның туын әрқашанда биікке алып жүруге тілекшіміз. Мінекей дәл қазір ашылу салтанаты басталып, сайыстың
қатысушылар дәл осылай керемет шеру ұйымдастырып жатыр. Дәл қазір мінекей қасымыздан Моңғолияның теңге ілуден спортшылары қандай керемет нағыз бір жауынгерлер сияқты. Мінекей қазақ елінің спортшылары. Дәл қазір біздің қасымызда ұлттық құраманың теңге ілуден аға бапкері Нұржан ағамыз. Нұржан аға, қош көрдік. Мынау енді жарыс басталар кезде жаңа қолайсыз ауа райы еді, мінекей. Өзі күнде ашылды. Енді бір жігіттердің бойында сенімділік пайда болды деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз? Құдай қаласа енді бүгін топ жарамыз деген ойдамыз. Мен осы ұлттық спортта жүргеніме қазір 15 жыл болды. Осында Исжанов, Ғалымжан, Төлтай, Бақыт, Бақтыбай Қанат. Кішкентайымнан өзім қолымда өскен балдар. Төл шәкірттерім. Қазір ұлттық құрамада. Құдайға шүкір. Құдай қаласа енді биыл жарамыз деп отырық қой. Азияның да көшпендінің де. Енді бұл жақта спортшылардан бөлек аттардың дайындығы тағы маңызды, иә? Тіпті спортшылардан да маңызды деп ойлаймын. Иә, ат маңызды бұл жерде. Бірінші очередте ат. Ат осы теңге ілуге жаңағыдай дайын ат болу керек. Соған икемі бар, скоростной, белді, түзу шабатын. Баламен әйтеуір бір-бірінің несі түсетін, сондай ат болу керек. 2015-те бірінші ашық Азияда есте қалатын оқиға болған осы Исжанов Ғалымжан. Ол кезде небәрі 14 жасар бала. Енді ол кезде басты фаворит Ақтөбенің жігіті болатын, Әлихан Бәшімбаев деген. Сол жігітті бірінші орын алады деп тұрған кезімізде аяқ астынан 14 жасар Исжанов Ғалымжан менің оқушым Азия чемпионы болған. Тұңғыш Азия чемпионы. Ол жігіттің жасы үлкен бе еді? Ол үлкен тұма жігіт. Ол жігіт 96 жылғы жігіт. Сонда бұл өзде 14 жасар бала Исжанов Ғалымжан. Теңге ілуде жасқа, дене бітімге оған қарамайды. Ептілік бұл жерде. Сол тұңғыш Азия чемпионы Исжанов Ғалымжан. Ол жерде ешкім ойлаған жоқ Исжанов Ғалымжан чемпион болады деп. Қазақстан ұлттық құрамасынан бұл екінші бала болып қосылған тұм тастапқа. Бас фаворит Ақтөбенің баласы тұм. Демек бүгінде сондай бір жағдайлар моменттер болуы мүмкін. Берді қазір ең біздің ұлттық құрамада жасы Бақтыбай Қанат. Енді бәрі мүмкін. Айболат! Бұл нұркені астындағы қасқатпен жерден теңгені іліп ала алар мекен. Бұл жасылы қалай қалар екен енді. Енді теңгелуге келетін болсақ, теңгелу спортында көбінесе ұзын бойлы, жаңағындай жіңішке келген жігіттер, қолдары ұзын жігіттер, өйткені енді атпен шауып келе жатып, аттың үстіне құлап қалмай, жерден еңкейіп жүріп, скоростта кеп теңгені алудың өзі оңай шаруа емес. Сондықтан көбінесе ұзын бойлы жігіттер кеп, сол ұзын бойлы жігіттер жүлделі орындарға жетіп атады. Өзіміз ауылда туып өскеннен кейін кішкентай кезімізде, бала кезімізде, жас кезімізде атпен айналыстық. Енді бала кезімізде бәйгеде шапқанбыз, ат жаратқанбыз дегенде, сондықтан атқа қызығушылығымыз бар. Амансыздар, қош келдіңіз. Теңге ілу көру келдіңіз ба? Иә. Ұлыңыз айналса ма немедеңіз теңге ілумен жоқ әлде? Ешкім айналса, әшейін көруге келдім. Қытайдағы теңге ілу федерациясының президенті Джина ханым және аудармашы Сәуле ханым. Қош келдіңіздер Қазақстанға. Жалпы енді біз осылай теңге ілу қазақтың спорты ғой енді. Солай әлемдік деңгейге шығып жатқанына қуаныштымыз. Сіздер де осылай қолдау білдіріп жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Енді Қытайда теңге ілу спорты қалай дамып жатыр жалпы? Енді ғана басталды ғой. 他说那个就是这个马背上捡金戈的这个，然后就说这次我们是第一次到哈萨克斯坦吉姆可特，受他邀请来参加，也特别荣幸。然后想在新疆也是来普及这个运动。ат үстіндегі өнер, ат үстіндегі теңгелі өнері жаңадан ғана қосылған ғой. Ол жерде бізде өте мән береді. Ол жерде үкіметте барлығы өте мән береді осы спорт саласына. Қолдау береді. Мемлекет тарапынан қолдау болады. Қытай ұлтының өкілдері атты жақсы көреді ме? Джина ханым өзі атқа мініп тұра ма? Иә, мініп тұрады. Сондықтан иә. 他说你喜不喜欢就是我们中国人民喜欢马术运动？喜欢，我本身自己就养了10几年的马，我也是个马场的马场主，自己手里面有几十匹马。сонымен біздің мына қазақ ұлты да ат үстіндегі ұлтпыз ғой, ат сүйер халықпыз. Сондықтан біздің ана Шинжаңның Ғұлжа деген, Іле деген жері бар. Сол жерде көп қазақтар тұрады. Ол жердегі қазақтар сол ат үсті өнеріне өте шебер келеді. Өзі өте атты сүйеді.
Тамаша. Ал енді атқа мінген жақсы көреді екен. Аттың етін жей ма? Аттың етін жақсы көре ма? 他说你喜欢羊吗？喜欢骑马？你喜欢吃羊马肉？不喜欢。жегім келмейді дейді. Қазақстанға келсе енді бір жылқының етін асып күту керек екен онда. Сөйтіп айтыңыз бір реті келсе. 你到韩国来要必须要给你那个让你请你吃个马肉。好。但是马是特别有灵性的东西。 бірақ ат өте қасиетті жылқы жануар ғой дейді. Оны союға қимайды. Енді әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа деп жатады енді. Шеше. Дұрыс айттым ба мен? Дұрыс айттым. Ойыншымыз шығып келе жатыр. Міне Монғолиядан келген Ұнатқан Айболат. Монғолиядан келдік па? Я Монғолиядан. Есіміміз? Ұнатқан ұлы Айболат. Айболат сізге тақып қояйын, мынаны. Монғолияда жақсы, бізде бір кемшілік бар, біздің жақтың аттары аласалау ғой. Аттар аласа болады. Сіздер жақты биік, біз қол жетпей жатыр да. Бізде Монғолияда мал бағамыз, жылқы бағамыз. Елің кім Айболат? Ау. Елің кім? Руың кім? Құрман ғой. Құрман? Керей болдың ғой. Керей. Мен де кереймін. Мен керей шерушімін. Дос болдық онда. Иә. Монғолияда жаңағы асау үйретіп жүрген жылқышы деген темсем болады жаңағы. Соған жаңағы жүген құрықсыз мені боласыздар. Жүген құрықсыз жаңағы біздің өзіміздің жаңағы Ұлан Батыр қаласы Астанасы дейді. Сода жаңағы үлкен жаңағы халықаралық жаңағы чемпионаттар өтеді. Содан жаңағы мен чемпион болғам. Жаңағы қайтып 2015-те жаңағы асау үйрету алғаш рет жүрген кезде жаңағы біз Монғолиядан келіп жаңағы екінші орын алып қайтқам. Монғолияда қазақтың жігіттері Монғолияны мойындатып жүр ғой. Иә, Монғолияда негізі қазақтың жігіттері жақсы тұрады. Құдай қаласа енді ата бабамыздың жаңағы туған жері жаңағы. Мүмкін енді сол енді бұйырса Қазақстанға келу мүмкін, ата жұртымызға келуге. Тырысасыздар ғой. Тырысамыз. Қанат ойыншымыз. Ойыншыларға қол соғып қошеметтеп отырайық анда сарайда. Шауып келіп бір алғашқы теңгесін Құрметті достар, бүгінгі сайыста бірінші, екінші, үшінші орында да өзіміздің Қазақстанның абыройын қорғаған жігіттер алды. Құтты болсын жігіттер, жарайсыңдар. Жеңіс құтты болсын. Рахмет. Бойың неше метр? 1.94. 1.94. Құдайдың берген бойы. 2 метр дейікші. Қалай 2 метр болып атқа мінгенде аяғың жерге тиіп қалмады ма? Жоқ, ыңғайлы қайтаға. Осы бойдың арқасында, дайындықтың арқасында бүгін чемпион атанып отырсың, 6 жылдың ішінде енді анау айтқан үлкен нәтиже жоқ. Қазақстан Республикасының ересектер арасында чемпион, федерация кубогының бас жүлдегері, машина автокөлік отқаным бар. Автокөлік өттің, мәсі саған. Ғалымжан, жеңіс құтты болсын. Мынаны мен ұстай салайын. Қолымызға сыймай жатыр ғой. Қалай болды жарыс? Жарыс өте қарқынды өтті. 3-4 мемлекеттен спортсмендер келді. Солардың дайындықтары шамалы нашар болып, негізінде жоқ, олардың дайындығы емес, сіздердің дайындықтарыңыз жақсы болған шығар мүмкін. Біздің дайындық өте мықты болды, қарқынды болды. Қазір алда үлкен мақсатымыз бар, көшпенділер жарысы. Сол көшпенділер ойындарынан бірінші орын алып, көк туымызды желбіретіп, уже ары қарай жай өзімізге қараймыз деген. Тамаша. Бүгін бұл мінберге тек қана қазақ елінің спортшылары мінді. Осылайша бірінші, екінші, үшінші орын теңгілуден ұлттық құраманың жігіттеріне бұйырды. Мінекей екінші Азия кубогының бірінші күні өз мәресіне жетті, ал ертең екінші күні бар. Демек, барлық қызық әлі алда. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Екінші Азия кубогының екінші күні басталды. Бүгін мына мінберге кім көтеріледі екен? Шетелден келген қонақтардың бағы жана ма, жоқ әлде тағы да біздің жігіттердің бабы артық бола ма? Ендеше бірге көрейік. Біз қазір қатысушыларға барып бір-екі ауыз тілдесіп көрейік. Бүгінгі ойындарына сәттілік тілейік. Кім қандай дайындықпен келген екен? Кеттік. Ассалаумағалейкум жігіттер. Амансыздар. Дайындық қалай екінші күн? Жаман болып жатыр. Жақсы болып жатыр ма? Валла жақсы, біз жаман. Шөлде қапсыз ғой? Айтпаймын. Сіз қатысып жатсыз ба, жоқ әлде? Шықпадым. Енді бағыңыз жанбады ма, бабыңыз келіспеді ма? Бақта, бапта келмеді.
Қарсыластар қалай, мықты болды ма? Әйбет, мықты. Енді қандай қателіктерге бой алдырдыңыз? Еңкейгенде де. Қол жетпей қалып жатыр ма? Қол жетіп бір, ұстай алмай қалып жатыр. Көбісі айтады осы теңгелген қиын дейді. 60 килограмм серкені тартқаннан жердегі теңгелген қиын деп айтып жатыр. Неге? Ептілік керек қой бұған. Жылдамдықта, ептілікте, көз қадағалықта керек. Көкпарда қара күш. Көкпарда қара күш. Ода жүрек керек көкпарда. Көкпарда бірінші ойнайтын, ода да ептілік, жүрек, күш. Көкпарда одан бұрын бастадым. Одан бұрын жастай бәйге шаптым. Бәйге шаптыңыз, кейін көкпар, енді теңгілу. Осыдан кейін қандай спортқа барамыз? Білмейміз. Тақанды көкпар шығар. Спортшы дайын. Спортшымыз командадан бұрын шауып кеткен екен, қазір тоқтатып алды. Спортшылардың енді қаны қызып тұр ғой. Бақыт, жаңа сіз 1-2 күнмен шауып кетіп едіңіз, қайттан қайтарып алды. Сол әсер етті ма? Әсер етті. Көрдіңіздер ғой. 2-ақтен келді ғой. Бірінші настрой мықты болған еді, екінші настрой сәл ето болды. Оның бәрі ана кісілердің қателік шығады деп ойлаймын. Бірақ енді алда тағы да сайыстар бар ғой. Иә, қазір одан кейін ана бару келу бар ғой. 5 белес бар. Иә. Содан құдай қаласа. Содан енді чемпион атаңыз енді, еңсеңіз түсірмеңіз. Қай өңірден келдік? Қырғызстаннан. Кезеңіз сізбен тілдесейік біраз. Екінші айлампаға өттік. Екінші айналымға өттіңіз. Енді жеңістен үміт бар ғой. Құдай бұйырса. Қалай енді қазақтың жігіттері қалай екен? Жақсы даярданышып тұр өстері. Иә. Аттары жақсы екен. Басқа жақта мысалы Қытай қазақтары келіп жатыр, Монғолия қазақтары келіп жатыр. Өзбекстаннан жігіттер бар. Жақсы екен, бәрі қырғыз қазаққа жетпейді екен. Қырғызстанның ұлттық құрамасының бапкерісіз. Енді қалай болды? Кеше күн суық болды, бүгін жайма шуақ. Кеше күні ауа райы біраз толқынсыз болған. Ауа райы да әсер етті ғой кеше. Поле болса лай, балдарға да шапыратқанда көстен құман. Аттарға да. Аттарға да. Құдайым бұйырса барғаннан кейін аттарды көндіреміз. Бірінші очередь. Андан кейін балдарға отбор өтіп балдарды. Ат болса бала ештеңе қыла албайды. Қазір 80% аттан зависит болды. Мына қамшыңыз, осы қамшымен шығасыз ба? Иә. Арнайы осыған келдік теңгелуге. Неше жыл болған қамшы бұл? Бұл қамшыға көп болмады. Биыл ұстап жүр. Биыл ұстап жүрміз, қамшының рөлі қандай жалпы? Теңгелуші үшін? Теңгелуде көп қамшы рөлі атқармайды. Орнынан қозғалғанша ат. Орнынан қозғалғанда? Намысқа жанып жерміз. Қамшы дегенде ол қамшы не ғой? Қалай десем екен, ер жігіттің бір қаруы сияқты. Қаруы бір шетінен сәндікке. Иә. Қамшы жоқ, ат үстінде отырған адам бір түрлі болады шығар. Сол сияқты. Жақсы ал. Рахмет. Биік белестерден көріне беріңіз. Алматыда жолығамыз құдай қаласа. Алматыға қонаққа шақырып жатыр мен. Иә. Алматыға барамын да. Ау. Жарыстан кейін болады ма? Шаршап тұрсың ба қазір? Сәл настроение болмайды. Жарыстан кейін. Неге көңіл күй жоқ? Айтшы. Көңіл күй бар, бірақ сендерге қазір сұхбат беретін жағдайда емеспін осы. Жақсы, күтеміз. Құрметті достар, бейбарыстың етігі бірден көзге түседі екен. Ерекше етік екен. Қайдан алдың мына етікті? Бұл етікті осы Шымкент қаласындағы Көкпар ата бізілді дүкенінен алдым. Неге осындай үлкен етік? Бұл ыңғайлы ма? Қалай? Бұл енді негізі көкпар етік, негізі атқа жайлы, өзіне ыңғайлы. Аяғыңды қажамайды? Аяқты қажамайды. Одан кейін бір жағынан қорғаныш құралдары. Қорғаныш, иә. Қалың материал. Бүгін қалай енді жарыс қатысып жатсың ба? Бүгінгі жарысқа қатысып жатырмын, иә. Өттік па? Финалға? Өттік, финалға өтіп жатырмыз. Тамаша, жарайсың. Чемпион болуға үміттісің ғой енді? Үмітті болын. Жақсы, енді чемпион атаныз, біз сенің жанкүйерің болайық. Түркістаннан келдің ғой? Иә, Түркістаннан. Түркістанға толағай табыс алып бар. Бейбарыс. Жақсы, атың да керемет екен, Бейбарыс Сұлтан. Дәл қазір мына алаңда 5 белес сайысы бойынша қатысушылар бәсекелесіп жатыр. Қазір енді біздің үздік спортшыларымыздың бірі Ізжан Албжан шығатын болады. Қанекей, қарқынын бірге көрейік енді.
өздеріңіз көрдіңіздер жаңа Дайындалсын. Ғалымжан осы 10 теңгенің бәрінде өте керемет ептілік өте. Қазір бұл жерде тек қана үздіктер қалды. Яғни үздік абсолюттік чемпион атағына барлық сайыс бойынша бірінші орын алған спортшылар таласатын болады. Дәл қазір Ғалымжан атты спортшымыз, мінекей көріп тұрсыздар, қандай керемет. Әне 6 теңге көтерілді. Уақыты. Сіздің ұлыңыз ба? Әне, анасы мен ұлы. Алып анадан туады дейді. Ұлыңыз ғой, үлкеніңіз ба сіздің? Жоқ, үшінші ғой. Үшіншіңіз ба? Жеті ұлым бар. Жетеуде қатысады деп отырсың. 7 ұлдың анасысыз ғой, мәс саған. Енді Құдайдың берген аман болсын. Сіз бақыттысыз ғой енді. Міне бүгін үшіншіңіз чемпион атанып жатыр. Үздік абсолют чемпион атанып жатыр. Енді әр бәсекесіне тақым қысып отыратын шығарсыз. Әрине осындамыз ғой біз. Келжемған мен, міне. Бүгінгі теңгелуде 7-ші ғой бұл. Екінші Азия кубогының бокс стилі бойынша сәлем жолдақ қойыңдар, ағаларың енді чемпион атанып жатыр. Ағаларың жолын берсін сендерге. Қазақтың жігіттері арыстан, оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыстан, ақылды, білімді, данышпан, көк ту желбірек көрінеді алыстан. Сай көлігің сай болып өзіңе, ере берме әркімнің сөзіне. Осылайша теңгілуден екінші Азия кубогы өз мәресіне жетті. 2 күннен бері дәл осы алаң бәсекеге толы болды. Ал жүлденің бәріне ие болған өзіміздің ел абыройын қорғаған қазақ елінің атынан шыққан жігіттер. Жеңімпаздарды құттықтаймыз. Ұлттық спортымыз жасай берсін. Ұлттық спортты бірге дамытайық.